Бір күні әкесімен 20 жасар баласы автобуста кетіп бара жатыр екен. Баласы терезеден қарап айғайлапты: «Әке, қарашы, машиналар жүріп бара жатыр». «Әке, анаған қарашы, бізбен қатар жүр», дейді. Әкесі ризашылықпен баласының бетіне қарады. Баласының қолынан ұстап, «Көріп жатырмын», деді. Сосын баласының басынан сипады. Бейне бір баласы өмірге енді көзін ашқан баладай қуанышты еді. Аздан соң ұлы тағы да баладай айқайлады: «Әке, қарашы, аспанда бұлттар бар. Анау мақтадай бұлттар қандай әдемі». Әкесі ризашылықпен басын изеп күлімсіреп отыр еді. Ол жай дауыспен: «Шүкір, Құдайым, саған сансыз шүкір», деп сыбырлады. Осы кезде ұлы тағы да айқайлады: «Әке, қарашы, ағаштар қандай әдемі, қандай қызық, бәрі артта қалып бара жатыр». Мұны естіген қастарындағы кісілер дәу жігіттің бала сияқты ойлап сөйлегеніне таң қалады. Бір кезде жігіттің сөздеріне шыдай алмаған, артында отырған бір қарт кісі әлгі ұлдың әкесіне: «Бауырым, балаңыз бір түрлі ғой. Қаладағы дәрігерлерге апарып көрсетіп, емдетпейсіз бе?» дейді. Ұлдың әкесі күлімсіреп әлгі қартқа: «Сөзіңіздің жаны бар. Мазаңызды алсақ, кешіріңіз. Бізде міне бүгін дәрігерде болып, үйге қайтып бара жатырмыз», деді. Осы кезде ол бір күрсініп алып, сөзін жалғастырды: «Балам тумасынан соқыр. Көп дәрігерге апарып көрсеттім. Ақыры бір апта бұрын көздеріне ота жасаттық. Бүгін ауруханадан шығып, үйімізге бара жатырмыз. Алғаш рет бүгін көзі ашылып, дүниені көрген соң, балаша қуанып жатқаны ғой», деп сөзін аяқтапты. Ал автобуста оның сөзін естіген барлық жолаушы терең ойға шомып, бастарын төмен салбыратты. Ал жаңағы әңгіме айтқан қарт кісі жағдайды түсініп, ыңғайсызданып, мән-жайды білмей сөз айтқан үшін қатты ұялып, кешірім сұрапты. Міне, осы әңгімеден түйгеніміз мынау: өмірде әр түрлі жағдай болады. Кісілердің шын жағдайын, басынан қандай қиындықтар өткенін білмей, сыртынан тон пішеміз, түрлі сын айтып, өсек әңгіме таратамыз. Олардың басынан өткен жағдайларды өз басымыздан өткермей, жайын шын мәнінде біле алмаймыз. Олардың өмір бойы жасаған дұға тілектерінің енді ғана орындалғанын да түсіне бермейміз. Біз олардың бір сәтіне қарап баға береміз, түрлі әңгіме айтамыз. Бәлкім, сол оның өміріндегі дұға тілегі орындалған ең қуанышты сәт шығар. Біз білмейтін қаншама қиын тағдыр бар өмірде. Туғаннан ауырып жатқан жандар бар. Сондықтан адамдардың шын жағдайларын білмей тұрып, оларды сыртынан жазғыра бергеннен үлкен айып жоқ. Кейін олардың жайына қаныққан соң, олар өкініш тым ауыр болады. Оқы, ойлан, орында. 2 кітабынан алынды.